Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін асқазан ауруын үй жағдайында қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Өкінішке орай, қазіргі таңда көптеген адамдар асқазан ақауларынан зардап шегіп отыр. Және де осы сырқатты әбден асқындырып алып, емін таба алмай отырғандардың жағдайы тым ауыр. Саныңызды соғып қалмас үшін асқазанның ауырсынуы байқалған жағдайда міндетті түрде дәрігердің көмегіне жүгініңіз дегім келеді. Дәрігердің сізге тағайындайтын дәрі-дәрмектері сізге жәрдем бере алады. Ал үй жағдайында асқазанды қалай емдеу керек? Ең алдымен шылымнан бас тартыңыз. Никотин асқазанның жауы. Шылым асқазан жарасының пайда болуына тікелей әсер етеді. Сондай-ақ ішімдіктің де зиянды екенін естен шығармаңыз. Асқазан жарасынан арылу үшін ағзаңызға жасұнықтың көп мөлшерін жіберіңіз. Неғұрлым көп болған сайын соншалықты жақсы. Жасұнық алмұрттың, шабдалының, алманың құрамында өте көп. Және де фасоль мен бұршақ тұқымдастар да сізге жақсы әсер етеді. Пиязды жақсы көріп жесеңіз, асқазаныңыз рахмет айтатын болады. Тым болмағанда күніне жарты пиязды жеуге тырысып бағыңыз. Немесе пияздың көп мөлшері бар салаттар мен жеңіл тағамдарды себуіңіз. Сонымен қатар, асқазан жарасын үй жағдайында жеңудің тағы бір жолы жаңғақтар. Бір келіге жуық жаңғақты шағыңыз да дәнін жеуге қойыңыз. Ал қабығын стақанға салып, спирт құйыңыз да жылы жерге бұқтырып қойып қойыңыз. Бір аптадан кейін күніне бір шай қасықтан аш қарынға ішу керек. Тұнбаны таусылғанша күніне 3 реттен пайдаланыңыз. Диета асқазан ауруын емдеудегі ең маңызды ережелердің бірі. Себебі асқазан ауруының пайда болуы дұрыс тамақтанбаумен тығыз байланысты. Мұндайда сүтті және сүт қышқылды тағамдарды, бұқтырылған, қайнатылған көкөністерді, әртүрлі ботқаларды, күріш пен макароннан басқа, қайнатылған тауық пен сиыр етін, жеңіл балықты, жұмыртқаны жеуге болады. Ал қуырылған майлы тағамдарды майлы еттерден, ащы тағамдардан, консервілерден, саңырауқұлақтардан, газды сусындар мен қышқыл шырындардан бас тартыңыз. Сонымен қатар қосымша ем-домдар. Бірінші, шырғанақ майы мен асқазан жарасын емдеудің өте нәтижелі әрі кең таралған түрі. Шырғанақ майын тамақтан 1 сағат бұрын 3 апта бойы ішесіз. Екінші тәсіл, ақбас орым жапырақтың шырыны асқазанға өте пайдалы. Үшінші, картоп шырыны да жақсы нәтиже береді. Бұл шырынды дайындау үшін таза әрі ескірмеген картоп керек. Қызыл сортының болғаны тіптен жақсы. Шырынды таңғы ас пен түскі астың алдында жарты стаканнан ішіп тұру керек. Төртінші, айран мен өсімдік майының қоспасын жатар алдында ішіп тұру асқазан жарасының бетін қайтарады. 1 стакан айранға 1 ас қасық май. Бесінші, ауруыңыз асқынып кеткен болса, таңертең жарты ас қасық шикі жұмыртқаның ағын ішіп жүріңіз. Сонымен қатар жарап пайда болған жағдайда сұлы тұнбасы әжептәуір әсер етеді. Ең соңғы, жалбыздың жапырағы мен мың жапырақтан түймедақ гүлдерінен жасалған тұнбалар да оң әсер береді. Сонымен қатар бір қатар ескертулер де бар. Дәрігер мамандардың кеңестері бойынша ұсынылған жоғарыдағы ем-домдарды пайдаланбастан бұрын дәрігерге қаралып, толық тексеруден өткенің үшін. Өйткені асқазанда қандай ақаулардың бар екенін білмей жатып, өз бетінше емделу денсаулығыңызды онан сайын нашарлатып жіберуі мүмкін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.